Достық үйінде облыстық қоғамдық даму басқармасының ұйымдастыру мен сотсыз татуласу орталық қызметін қамтамасыз ету әлеуметтік жобасы аясында облыстық медиаторлар форумы өтті. Танымдық іс-шарада ел бірлігін сақтауда үлес қосып жүрген бірқатар азамат құрмет төрінен көрінді. Бүгінде ел ішінде дау-дамай көп, отбасылық кекілжің, еңбек даулары, әлеуметтік және басқа да істерді сотқа жеткізбеуде. Медиаторлардың еңбегі ерен. Олардың көмегіне жүгінгендер бір мәмілеге келген жағдайда ең бірінші алтын уақыттарын үнемдей алады. Аралдық Әділ Ардақ осы салада қызмет жасап жүргеніне 5 жылдың жүзі болған. Аудан орталығына 110 шақырым жерде орналасқан Бекбауыл елді мекеннің кәсіби емес медиаторы негізінен сол ауылдағы мешітте имам болып қызмет атқарады. Қонысбай ата мешіттің қызметкеріне айтуынша, бүгінде ол осы уақыт аралығында 1000 жарым халық тұратын елді мекенде 35 ірі мәселенің шешімін тауып беруге қол ұшын созған екен. Қызметіне адал азамат келген сұрақтардың дені отбасылық мәселелерге қатысты дейді. Жалпы біздің енді негізгі алға қойған мақсатымыз, бұрынғы ата-бабаларымыз қол сынса жең ішінде, бас жарылса бөрік ішінде деген осындай ізгі аталарымыздың ізгі амалдарын басшылыққа алып, кейбір мәселелерді сол сотқа жібермей елдің ішінде шешілуіне себепкер болып келе жатырмыз. Құдайға шүкір, қазір осы таңда бір 20 мәселені осындай медиатор жолымен шештік. Соның ішінде көбісі отбасылық жағдайлар, түсініспестік, олардың кейбір сосын ағайындардың ортасында болатын мәселелер, ақша беру, ақша алу деген сияқты. Осы мәселелерде егер олар соттасып кететін болса, олардың артында қаншама кісі бірін-бірі жек көріп, екі топқа бөлінер еді. Ал міне медиатордың атқарған қызметтерінің арқасында мәселе тез шешіліп, және ағайындардың ортасында болатын іріткі мәселелері тоқтап келе жатқанына біз куә болып келе жатырмыз. Судың түбін шым бекітеді, даудың түбін қыз бекітеді деген асыл сөзге сүйенгендер асқынып кеткен үлкен даудың бетін қайтары. Жанжалдасқан қос тарапты медиациялық тәртіппен татулыққа шақырып жүргендердің еңбегі ескерусіз қалмады. Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Нұрымбет Сақтағанов облыс әкімінің алғыс хатымен марапаттады салтанатты кеште. Қала бойынша Бақтыгереева Ләззат Шайзадақызыдан көп мәліметтер алып отырамыз. Ізімізді басып келе жатқан ізбасарларға білгенімізді үйретіп, медиаторлардың қалай жүруін, адамдармен қалай сөйлесуін, соны білгенімізше айтып отырамыз. Енді қалада қазір кәсіби медиаторлардың 10 шақты кәсіби медиаторлар бар. Сонымен бір-бірімізбен байланысып отырып, жұмыс жүргізіп отырамыз. Жалпы келешекте мына кейінгі жастарға осыны көбірек мағлұмат жасап, осы игерілмей, істелмей жатқан мына сот мәселесінде көп мәселелерді шешуге ықпал етеді ғой деп ойлаймыз. Әр азаматтың пайым пікірін тыңдап, кейбір істерді сотқа дейінгі татуласу орталығында шешімін табуға ықпал жасап жүрген кәсіп иелеріне қоғамда құрмет жоғары. Бұл ретте азаматтардың да түсіністік танытып, қолдау білдіріп, ортақ келісімге келіп, мәміле орнатып жүргенін айтуымыз керек деді. Қызылорда облысы бойынша соттар әкімшісі басшысының орынбасары Мөлдір Асанова. Қазақта даумұратты бітім деген қанатты сөз бар. Осы даулардың сотқа дейінгі бітуі, яғни татуласумен, бітімгершілікпен реттелуі, ол осы медиаторлардың еңбектерінің нәтижесі. Қазіргі таңда дауларды сотқа дейін және соттан тыс реттеу институты жолға қойылған. Бұрынғыдай, яғни екі тарап арасындағы дауларды сотқа жүгінбей-ақ осы медиаторлардың көмегімен шешуде. Бұл ретте сотпен осы бітім медиация орталығы тығыз көптеген жұмыстар атқаруда, яғни бітім медиация орталығының арнайы мамандарымен осы сот мамандары бірлесіп аудандарды аралап, халыққа осы медиацияның тиімділігі бойынша түсіндірме жұмыстарын жасайды. Бұзылғалы тұрған отбасының өзі сақталып қалып жатыр осы медиаторлардың көмегімен, яғни медиаторлар қанша дегенмен олар психолог болып келеді ғой, адамдармен сөйлесуі, керек тиісті сөздерді олар таба алады да, сол түсіндіріп, екі жақтың ашу ызасын басып, болашақта алдағы ол ажырасқаннан кейінгі салдарлар
оларды бәрін түсіндіру нәтижесі, өздерінің біліктілігінің нәтижесінде осында бір қанша жаңағы отбасы өздерінің отбасыларын сақтап қалып жатады. Айта кету керек, елімізде медиация институтын дамыту, сотқа дейінгі және соттағы татуластыру рәсімдерін жандандыру шаралары мемлекеттік деңгейде үлкен қолдауға ие болады, қарқынды түрде дамып келеді. Олжас Дәуіт, Ерлан Жұматаев, Нұрымжан Тұрашев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.